Сіздер ме, оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі 9 сынып, 12 бөлім, 5 сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Экспо 2017 көрмесіндегі роботтар. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау. Өткен тақырыпты қайталау. Айтылым бойынша бірінші тапсырманы орындаймыз. Сұрақтарға жауап бер, дәптерге жаз. Экспо тарихы туралы не білесің? Экспо алғаш рет қай мемлекетте өткізілді? Экспоның ел экономикасына қосатын қандай үлесі бар? Өзің Астанада өткен Экспо 2017 көрмесіне бардың ба? Жаңа сөздер. Енгізілу, включиться, бастапқы, первоначальный, нұсқа, вариант, бағдарламалық, программный, пішін, формат, өздігінен, сам по себе, дәл, точно, тетіктер, механизмы. Қайталаймын. Енгізілу, включиться, бастапқы, первоначальный, нұсқа, вариант, бағдарламалық, программный, пішін, формат, өздігінен, сам по себе, дәл, точно, тетіктер, механизмы. Тыңдалым. Тыңдалым 2 рет мұқият тыңдаңыздар. Мәтін бойынша 5 сұрақ құрастырып, дәптерге жазыңдар. 5-6 сабақтар. 4 тапсырма. Робот бағдарламалық жасақтама. Роботтардың бастапқы нұсқасы 1970 жылдары жасала бастады. 1980 жылдардан бастап роботтарға тетіктер мен бағдарламаны алатын бақылау құрылғылары орнатылды. Тетіктер көмегімен бір бөліктен екінші бөлікке сигналдар жіберіледі. Сол арқылы роботтар айналадан ақпарат алып, дәл нақты жауап бере алады. Роботтардың өлшеміне, пішініне және өздігінен атқаратын жұмыстарына байланысты түрлері де өте көп. Кейбір роботтар зауыттарда пайдаланылады. Кейбіреулері тәжірибелік мақсатқа арналған. Оларда жасанды ақыл ой пайдаланылады. Келесі кезеңіміз жазылым. 117 беттегі 7 тапсырманды орындаймыз. Әр сөз бойынша сөз тіркестерін оларды қатыстырып, қимылсын бағынқылы сабақтас құрмалас сөйлем құрап жазыңыздар. Келесі рефлексия. 3 сауал стратегиясы. Үй жұмысында жазамыз. Жаңа сөздерді жаттау. 115 бет 2 тапсырманды орындаймыз. Диаграмманы толтыру. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.